Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздерменен грузин ас үйінің әйгілі тағамдарының бірі табакка тауығын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай балапанның бройлері керек болады. Маринад толығыменен жақсы сіңіп, етіміз жұмсақ болып пісуі үшін тауықтың етті жерлерін осылай тегістей отырып ұрып шығу қажет. Енді маринадты дайындаймыз. Ол үшін мен 2 ас қасық күнбағыс майын құйып қойдым. Менде мұнда тұз, бұрыш, құрғақ сарымсақ дәмдеуші және паприка бар. Алдымен тұзбен бұрышты салып араластырып аламыз. Кейіннен паприка мен құрғақ сарымсақты салып жақсылап араластырамыз. Енді осы тауыққа маринадты жағып шығамыз. Алдымен ішкі жағынан бастаймыз. Видеода көрсетілгендей, тауықтың ішкі жағынан бастап, жақсылап маринадтап шығыңыздар. Тауықтың келесі бетінде дәл осылай маринадтаймыз. Айтпақшы, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Инстаграм парақшамды да көрсетіп қойдым. Маринадталған тауық кемінде 30 минут тоңазытқышта тұру керек. Бірақ мен еті балғын болып, жақсы пісіп шығуы үшін 1 тәулікке қойып қоямын. Міне біздің тауығымыз 1 тәулік тұрды. Енді пісіреміз. Орташа отта қызып тұрған табаға 2 ас қасықтай сары май салып, ерітіп аламыз. Оның үстіне ішкі жағымен төмен қаратып, тауығымызды саламыз. Оның үстінен осылай тарелкамен жауып қоямыз да, үстіне міндетті түрде ауыр нәрсе қоюымыз керек. Мен су толтырылған чайникті қоямын осылай. Осы күйінде шамамен 25-30 минуттай пісіремін. Міне мен орташа отта шамамен 30 минуттай пісірдім. Тауықты қараймыз, қызарып піскен болса, осылай қызару керек. Тауықты келесі бетіне аударып, оны да дәл осылай қызартып пісіріп алу керекпіз. Тарелкамен бетін жабамыз. Тарелканың үстінен ауыр нәрсеменен бастырып, орташа отта шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Егер тауықтың асты табаға жабысып жатқан болса, сіз кішкене су құйсаңыз болады. Бірақ менің табам антипригарный болғандықтан жабысқан жоқ, және де мен су құйған жоқпын. Қараңыздар, тауық дайын болды. Оттың астын ең төменіне азайтып, тауықтың бетін жауып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінекей, қуырылған тауық дайын болды. Піскен тауықты өзіңіз қалаған гарнирмен ұсынсаңыз болады. Тауықтың иісі керемет болып шығып тұр, және де еті де мынаны қараңыздар, үзіліп, керемет болып пісіп шықты. Менің рецептіммен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.